көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы. Мен бүгін мынандай сұрақ қойып жатырмын. Өзіңіздің бойыңыздағы өзіңізге ұнамайтын мінезіңіз деп. Жігіттерге ұядай беремін. Не болды мына сұрыс? Айтсаңызшы. Берекетін алып қойсын. Соны айтамын, не қылдым мен басасың, мойның бәрін Миыңызда кім тұр? Миыңызда не тұр? Көңіл-күй қалай екен? Үміткеріңізбен танысып қалай болып жатыр? Бір аптадан бері сөйлескен жоқсыз. Демек, таныстырудан кейін сөйлескен жоқсыз ба? Мәссаған. Сіз емес ол кісі сынып қалды ма? Сіз ол кезде қанша балл алдыңыз? Нормально бала. Ең төменді алған жоқсыз деп бастысы? Иә, ортасын алдыңыз. Бүгін енді таныстық туралы білетін боламыз, иә, ортаға шығасыз, иә? Бұйырса. Ортаға шығамай шықпай ма? Бұйыртса шығып қалатын шығармыз. Ол кісі келуі келмеуі де мүмкін ба демек? Иә. Көңіліңіз бәрі қалпында, орнында? Нормально. Қандай жаңалығыңыз бар? Жаңалық. Әлде бүгін ортаға шыққанда айтасыз ба жаңалықты? Әлде бүгін ортаға шыққанда айтамын, жаңалық. Скоро мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Мәссаған. Сондай жаңалық бар ма? Ешкім білмейді, өзімнен басқа даже сержан білмейді. Ондай емес сияқты пока бұндай. Нешем осылай карте подарить еттім. Ой, не деген сыйлыққа. Қоршыларым. С подругам подарить еттім. Солай мәз болып отқан жағдайы бар. Кім түсірмейді? Бірақ мис бар еді ғой дейсіздер. Кім ол? Айтпай. Мөлдір ма, Зарина ма десең? Айтпай. Той кешірмесем. Ал, мен де жақсы бәрі айтыңызшы. Көңіл-күйіңіз бәрі күшті ма? Жақсы. Мөлдірмен тағы бір дүние дайындап жатсыз ба? Білмеймін. Әлде кездесіп жүрсіз ба деп бізге айтпай. Ешкімге кездеспеймін мен. Үміткер, неге сізге үміткер келмей кетті? Соны өзім түсінбеймін. 3 апта болды, иә? Сізге де, Заринаға да. Екеуіңіз бірге үміткер күтіп отырсыздар, бірақ сіздердің бастарыңыздың бос екенін білмейтін сияқты. Бос қой. Бос. Иә, сол үшін сәдәлетке үміткер болып келіңіздер, құрметті. Енді мисі жоқ деп ойлаймыз енді, жаңа ойнап айтыңыз.